Қайырлы күн баршаңызға, менің арнама қош келіпсіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді болып шығатын асқабақтан пирогтың рецебін ұсынамын. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Ол үшін бізге керекті заттар: ұн, қаймақ, асқабақ және де шекер, май, жұмыртқа, какао, ванильный сахар, разрыхитель керек болады. Бірінші кезекте бөлме температурасындағы майымызға шекерімізді салып, жақсылап араластырып аламыз. Осылай миксермен немесе венчиктің көмегімен араластырсаңыздар да болады. Шекері ерігенше араластырамыз. Содан соң үстіне жұмыртқа саламыз. Осылай барлығын кезекпен сала отырып, жақсылап араластырып аламыз. Ендігі кезекте қаймақ саламыз. Қаймақ 20% кәдімгі магазиннің шелектегі қаймақтары болады. Ендігі кезекте апельсин цедрасы мен шырынын қосып 40 грамм дайындап аламыз. Содан соң асқабақ саламыз. Асқабақты буда қайнатып пісірсеңіздер де болады, немесе әсел печкаға пісіріп алсаңыздар да болады. Ендігі кезекте ұнымызды саламыз. Ұнымыздың үстіне 1 ас қасық разрыхитель саламыз. Содан соң ванильный сахардан аздап саламыз. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Міне барлығын араластырып болғаннан соң тестамызды 2 бөлікке бөліп, жартысына какао араластырамыз. Осымен формамызға пергаментімізді төсеп, жаңағы дайындаған тестамызды кезек-кезек үстіне салып отыратын боламыз. Зебра пирогқа ұқсас, бірақ бұл пирогқа асқабақ, апельсин қосылғандықтан дәмі өте әдемі болып шықты. Міндетті түрде осы рецептпен сіздер де жасап көріңіздер. Арнама тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.
Міне осымен пирогымыз дайын, печкаға жібереміз. Мен әсел печкада 160 градуста 45-50 минутта пісіріп алдым. Әркімнің печкасына қарай градусын қоя бересіздер. Осымен пирогымыз дайын, ас болсын.